Ол бір енді сен қатынағаннан кейін бір қатынмен шай ішкің келеді өзі бір отырып, сондай болады өзі бір. Мысалы менің атам, жасы 87-те ғой, апам екеуінің бір енді бір пиала ғана болатын бір шайнектер болатын ауылда. Ол біздің ауыл Жетісай, күн ыстық 50 градус, жаз. Есіктің алдында киіз төсеп бір көлеңкеге отырады да, екеуі шай ішіп отырады да. Және бір-бірімен отырып ішеді да. Маған осы бір қазір бақытты отбасы, жаңағы бақытты үлгілі десе, осы бір ең бақытты адамдар осы менің атам мен әжем болған ба деп ойлаймын да. Бір-бірінсіз шай ішемейді. Әйел адамға бір білінбеуі мүмкін, анау тефаль қосылып тұр, свет бар, өзің іше берсең не проблема, қолың бар, аяғың бар деген сияқты. Бірақ өзі еркек адам бір қатын жұмсағаннан негізі ләззат алады да негізі. Ол бір жұмсап оны бір аяғын қолын шаршату мақсат емес ол жердегі. Енді бір отырайық та дегендей де сені не үшін алдым айналайын деген сияқты. Хозяйство дегеннен мен енді өстіп түсінемін ол нәрсе. Тамақ тәтті болуы мүмкін, бірақ тамақтың мен үшін мысалға түрі әдемі емес болса да мен ол тамақты ішкім келмейді. Мысалы осы да хозяйственный әйелдің жұмыс істеу, үйге жаңағы кухняға еге болу дегенді мен бір түсінетін қырым осы да. Вроде тәтті каша болуы мүмкін, тәтті палау болуы мүмкін, бірақ бір пияз шетінде шашылып атып па, бір еті бірден кеуіп жатыр ма, ол сұлу болу керек. Әйел сияқты тамақтың өзі сұлу болу керек. Осыны уют деген ол бір аспаннан түсетін нәрсе емес, әйел осыны ұйымдастыру керек деп ойлаймын да мен.